Акрос The Kazakhland өзінің ұлы далаға саяхатын жалғастыруда. Біздің сапарымыздың барысында екі тобымыз 15 000 шақырымға жуық жолды артта қалдырды. Алайда Антон мен Жұлдыз мұнымен тоқтамақ емес. Өткен шығарылымымызда Антон бізді Ұлытау тауларымен таныстырды, ал Жұлдыз бастаған екінші тобымыз Домалағана кесенесіне дейін жетті. Бүгінгі шығарылымымыз да ерекше қызық болады. Елдегі ең көркем қорықтардың бірі Ақсу-Жабағылыға жол тартпақпыз. Сізде бізге қосылыңыз, қызықты болатынына сөз береміз. Ендеше біз бастаймыз. Оңтүстік өңірдің табиғаты расымен де ерекше. Бұл аймақ орталық Азияның қақ ортасында жатыр. Табиғаты сан алуан. Солтүстігінде бетпақ дала шөлі, шығысы мен оңтүстік шығысында батыс Тянь-Шань таулары жайғасқан. Облыстағы ең биік шың 4238 метрлік Сайрам шыңы. Мұнда бірнеше өзен ағады. Өлкенің әсем көлдері бір көргеннен тәнті етеді. Бұл жерге бір рет келген адамның қайта оралары сөзсіз. Жазда ауа температурасы тіпті 50 градусқа дейін көтеріледі. Егер адам үшін бұл нағыз сынақ болса, бұл жерді мекендейтін тасбақа, кесіртке, жылан, өрмекші, шаян, қосаяқтар үшін бұл керемет жайлы ауа. Тәжірибелі саяхатшылар мұнда мамыр айында келген дұрыс дейді. Бұл уақытта дала түрлі түсті кілемдей көрінеді. Көкнәр, қызғалдақ, бақ-бақ, көкшөп. Мұндай пейзажға шексіз тамсануға болады. Алайда бұл уақытта көптеген жәндіктер мен бауырмен жорғалаушылар аса қауіпті. Абай болыңыздар. Ал біз еш нәрседен қорықпаймыз. Өйткені далада аптап ыстық. Біздің діттеген жеріміз Ақсу-Жабағылы орығы. Біздің қызықты сапарымызды әлеуметтік желілердегі Акрос The Kazakhland хэштегі бойынша тамашалаңыздар. Көптеген тың ақпарат алуға болады. Өз пікірлеріңізді қалдырып, саяхатыңыздан алған әсерлеріңізбен бөлісіп, жаңа адамдармен танысыңыздар. Ал біздің түсірілім тобымыз діттеген жерлеріне жетті. Не деген әсем табиғат десеңші. Ақсу-Жабағылы қорығы Шымкенттен 90 шақырым жерде орналасқан. Жол жүру уақыты 1,5 сағат. Заповедник Ақсу-Жабағылы. Ақсу-Жабағылы қорығы Орта Азиядағы ең ескі және үлкен саналады. Ол батыс Тянь-Шаньда Талас алатауында жайғасқан. Қорықтың жалпы аумағы 131 934 гектарға тең. Гектар. Қорыққа Шымкенттен таксимен жетуге болады. Жол жүру құны 500 теңгеден аспайды. Алматыдан түнде шығатын пойыз да бар. Түлкібас станциясына дейін жету керек. Осы жерден таксимен табиғи паркке барамыз. Қорық 1926 жылы ашылды. Орта Азия аумағындағы бірінші табиғи парк. Ақсу және Жабағылы өзендерінің арасында орналасқандықтан осындай атауға ие болып отыр. Тасқынды өзендері керемет көркем шатқалдардың бойымен ағады. Қорық аймағын құрудағы мақсат екі өзенді қаз қалпында сақтап қалу. Өйткені мұнда өте сирек кездесетін өсімдіктер өседі. Барлығы 1737 өсімдік түрі бар. Оның ішінде саңырауқұлақтардың 235, қынаның 64 және жоғары сатыдағы өсімдіктердің 1312 түрі кездеседі. Солардың бірі Грей қызғалдағы. Ол табиғи парктың нышаны саналады. Ерекшелігі қанық қызыл жапырақтарының өлшемінде. Олар 15 сантиметрге дейін жете алады. Бұл мекен шипалы өсімдіктерге де бай. Олардың 200-ден астам түрі бар. Әлемдік медицинада қолданылатын қырық буын, қылша, шайқурай, мың жапырақ, шырғанақ сынды емдік өсімдіктер кездеседі. Бұл жердің құстар мен жануарлар әлемі де бай. Құстардың 267 түрі бар. Оның 11-і қызыл кітапқа енген. Шәукілдек пен аққанат тоқылдақ жойылудың аз-ақ алдында тұр. Сондықтан ғалымдар бұл құстарды барынша мұқият қорғайды. Қорықтың тағы бір сирек кездесетін мекендеушісі сары бауыр кесіртке. Ол да қызыл кітапқа енгізілген. Ірі сүтқоректілер арасынан тауда арқар, елік, марал, қабан, аю, түлкі, қоян мен жайраны кездестіруге болады. Бұл жерде қар барысы да мекен етеді дейді. Алайда ол өте сирек кездеседі. Жойылу қаупі бар. Бұл жануарларды аулауға болмайды.
Ал біз байқауымыз жайлы естеріңізге саламыз. Қазақстанды аралап, саяхат барысында түскен фотосуреттеріңізді Across the Kazakhland хэштегімен Instagram әлеуметтік желісіне салыңыздар. Құнды сыйлықтардан қапыда қалмаңыз. Қатысамын деушілер өте көп, алайда сіздің жолыңыз болуы әбден мүмкін. Ғалымдар мен туристер Ақсу шатқалына ерекше қызығушылық танытуда. Оның тіп-тік жағасының тереңдігі 500 метр. Шатқалдың үстіңгі шеттерінің арасындағы қашықтық 700-800 метр. Қалың бұта талдар болғандықтан олардың арасымен өту мүмкін емес. Экстремалды сапарды сүйетіндер үшін бұл тауға өрмелеудегі өз күштерін сынау мүмкіндігі. Ал мамандар болса сирек кездесетін шөптер және гүлдерге қызығушылық танытады. Алайда бұл жерге негізінен тау пейзажын тамашалау үшін келеді. Қорықтың ең биік шыңы Сайрам, халық арасында ол ақ түйе өлген деп аталады. Бір қарағанда тапжылмай жатқан түйеге ұқсас, сондықтан да осылай аталып кеткен. Парктың орталық бөлігінде ірі мұздық жотасы Бұғылы тор. Оның теңіз деңгейінен биіктігі 3926 метр. Бұл аумақта барлығы 114 мұздық бар. Сондай-ақ, мұнда 27 шағын көл жайғасқан. Олардың бәрі 3000-3500 метр биіктікте орналасқан. Ол жерде жыл бойы қар жатады. Біздің әрине тым болмағанда біреуіне шыққымыз-ақ келеді. Бірақ командамыздың мүшелері мұндай сынаққа әлі дайын емес. Кезінде Ақсу жабағалы қорығы барша кеңес одағына танылған, бірақ өзінің көркем табиғатымен ғана емес, ерекше оқиғасымен танылған. Бір журналист осы өңірде қар адамын көргендігін жазыпты. Мұнда ғалымдардан құрылған делегация жіберілді. Барша аумаққа фотокамералар орнатылды. Қар адамы көрінбегенімен, ғалымдарға қар барысының бірнеше суреті бұйырған. жылы Сайрам Өгем ұлттық паркі мен Қаратау қорығы ЮНЕСКО-ның әлемдік мұрасы тізіміне енгізілді. Бұл шетелдік туристер легін бірнеше есеге арттырды. Табиғи аймаққа жету қиын емес. Бұл үшін Шымкенттен Түлкібас ауданындағы Жабағалы ауылына қарай жүру керек. Мұнда жақсы қонақ үйлер мен демалыс аймақтары бар. Ал егер сіз ұзағырақ уақыт болуды жоспарласаңыз, гид офисінен тур алуға кеңес береміз. Көлікпен қызықты бағыттар жайлы ақпаратта қажет болады. Алдын ала хабарласып, орын алып қойған жөн. Өйткені әсіресе жаз мезгілінде келушілердің қарасы қалың. Туркестанская область на самом деле очень славится историческими и также природными достопримечательностями. Түркістан облысы тарихи және табиғи жерлерге бай. Ұлы жібек жолы бойындағы жерлер ерекше танымал. Отырар, Арыстанбаб, Қожа Ахмет Ясауи кесенесі солардың қатарында. Арыстанбаб и мавзолей Қожа Ахмеда Ясауи. Помимо этого у нас есть прекрасные природные объекты. Это Сайрам-Өгемский национальный парк. Бұдан бөлек, біз болған ЮНЕСКО тізіміне енген Сайрам Өгем ұлттық паркі мен Ақсу жабағалы қорығы бар. Және тағы да бір нысан Қаратау таулары. Олар да өзінің ерекшелігімен баурайды. У нас есть еще один прекрасный природный объект. Это Қаратауские горы. Қаратау таулары елдің ерекше өңірі ретінде бұрыннан белгілі. Өйткені мұнда өсімдік әлемі бай. Ел бойынша бірінші орынға ие. Мұнда көне орта теңіз ландшафтын көруге болады. Ерекше табиғи экожүйе қалыптасқан. Қаратауда сирек кездесетін Қаратау арқары кездеседі. Жыл сайын ғалымдар бұл түрді санап, оның көбеюіне барынша жағдай жасайды. Ғалымдар бұл арқардың санын арттыруды мақсат етіп отыр. Қаратау қорығында Қазақстанның қызыл кітабына енгізілген сүтқоректілердің кем дегенде 3 түрі бар. Олар Қаратау арқары, үнді жайрасы мен ақтөс сусар. Құстардың 118 түрі кездеседі. Оның 12-сі қызыл кітапқа енгізілген. Ақ дегелек, қара дегелек, жыланшы қыран, бақал тақ қыран, дала қыраны, бүркіт, қозы құмай, құзғын, балабан, ақбас, тырна, үкі.
Мұнда түрлі өсімдіктердің 1600 түрі бар. Олар әлі толықтай зерттелмеген. Жыл сайын мұнда әлемнің барша елінен ғалымдар келіп, зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Басты қонақ қабылдайтын үй Кентау қаласындағы Қаратау қорығында орналасқан. Кентау мен Түркістан арасындағы қашықтық 40 шақырым, жолда жүру уақыты 40 минут. Мұнда таксимен немесе автобуспен жетуге болады. Ал біз Ақсу-Жабағалы қорығына ораламыз. Мұнда келген соң бірінші кезекте келушілер орталығына соғу керек. Бұл жерде рұқсат қағазын рәсімдейсіз. Сізге гид қызметі ұсынылады. Кіру құны шетелдік туристер үшін бір күнге 1050 теңге, ал қазақстандықтарға 150 теңге. Кіші Қайыңды шатқалы ең қызықты туристік бағыт деп танылған. Бұл ең қысқа тур, алайда одан алатын әсеріңіз керемет болмақ. Дәл осы жерде қызыл кітапқа енген Алып Грейк және Кауфман қызғалдақтарын көруге болады. Бағыттың ұзындығы небәрі 7 шақырым. Экскурсия Жабағалы өзенінің бойымен өтеді. Басты жері көптеген туристер тамашалау үшін келетін сарқырама. Ең жоғары бөлігі Кіші Қайыңды асуымен аяқталады. Биіктігі теңіз деңгейінен 2975 метр. Ал шатқал арқылы Алып Көгалы мен керемет Бұғылы-Тор шыңына дейін жете аласыз. Бұл ең биік жері. Бұл жерден Ақсу өзені алабын толықтай тамашалауға болады. Бір жағынан Жабағалы Сары өзені көрінеді, ал екінші жағында қарлы шыңдар жатыр. Жол бойында айналаға ерекше хош иісі тараған арша тоғай жайқалып тұр. Біздің сапарымызды әлеуметтік желілерде @Казахland хэштегімен тамашалаңыздар. Еліміздегі ең қызықты саяхатты қалт жібермеңіздер. Қазіргі таңда қорықта туристік бағдарлама әзірлеу бойынша белсенді мемлекеттік бағдарлама қолға алынған. Қорықтың қатаң қорғалатын экологиялық аймақтарынан өзге жерлері келушілер үшін ашық. Күн сайын парк аумағында түрлі саладағы ғалымдар мен зерттеушілер жұмыс істейді. Олар аймақтың флорасы мен фаунасын жіті зерттеуде. Қызметкерлер экскурсияның бірнеше түрін әзірлеген. Өсімдіктер мен жануарлар әлемін тамашалағанды сүйетіндер үшін экологиялық бағыт. Балалар мен мектеп оқушыларына арналған бағыттар бар. Олар балаларға түсінікті тілде қорықтың әсем табиғатын суреттеп көрсетеді. Кейбір турлар бірнеше күнге арналған. Мекенді көлікпен де аралауға болады. Келушілер негізінен аттармен серуендейді. Туристер ландшафтыны тамашалап қана қоймай, жануарлар мен құстарды зерттей алады. Мамандардың жұмысын өз көздерімен көреді. Өте қызықты таулардың бар екені анық. Туристік маусым сәуір айында басталып, қазанның соңында аяқталады. Онда көктем жауын-шашынды болады. Сондықтан келмес бұрын ауа райын біліп алған жөн. Сонда сіздің сапарыңызға еш нәрсе кедергі жасамайды. Центральное место заповедник. Ақсу-Жабағалы қорығында Ақсу шатқалының орны ерек. Оның тереңдігі 1800 метр. Ақсу шатқалы көне жартас суреттері бар палеонтологиялық мекен. С древними наскальными рисунками. Оларды ерекше Қасбұлақ шатқалынан табуға болады. Ол бірнеше шақырымнан көрініп тұр. Ойыстың жан жағында қар шыңдары, темір марганец қыртысты тастар өте көп. Ертеде суретшілердің туындылары дәл соларға салынған. Бұл петроглифтердің әрқайсысы ерекше. Марал, арқар сынды тау жануарларынан бөлек таулы аймақтарда өте сирек кездесетіндері де бар. Түйе мен тасбақаны да көре аласыз. Сондай-ақ салтты жауынгерлер, садақ пен найза ұстаған аңшылар да бар. Және де шайқас сәті де суреттелген. Би мен түрлі салт дәстүр көріністері кездеседі. Сол кездегі картина галереясы іспеттес. Бұл петроглифтердің дәл уақыты белгісіз. Ғалымдардың дені оларды қола дәуірі мен сақ кезеңіне жатқызады. Қорықта палеонтология аймағы да бар. Мұнда жоғары Юра кезеңіндегі жануарлардың қаңқалары табылған. Ұшатын кесіртке мен ірі динозаврлар қалдықтары солардың қатарында. Және де археологтар өсімдіктердің 60 түрі, жәндіктердің 100 түрі мен тасбақа, шаян тәрізділер, галоидты балық пен ұлулардың болғандығын анықтаған. Когда попадаешь, допустим, там Аксу-Джабаглы,
Ақсу жабағылы мен сайрам суға келгенде ландшафтының сан алуандығын көресің. Мұнда өсімдіктер мен жануарлар әлемі бай. Қорықта Ақсу жабағылы мен сайрам судың барынша ауқымды флорасы мен фаунасын көруге болады. Причем достаточно большая флора-фауна. Вот у Ақсу жабағылы и сайрам су. Бұл Батыс Тянь-Шань жотасындағы керемет шатқал. Сайрам су Шымкенттен 50 шақырым жерде орналасқан. Көлікпен тауға дейін жете алмайсыз. Тек жаяу баруға болады, бірақ бұл жерде курорттар жетерлік. Шамамен тәулігіне 8000 теңгедей жұмсайсыз. Егер мұнда көктемде немесе күзде келемін десеңіз, арқарлар жайылысын көре аласыз. Осы жыл мезгілдерінде бұл жануарларды өте жиі кездестіруге болады. Қорықтың басты мақсаты жануарлар әлемін сақтап қана қоймай, тұрғындардың экологиялық сауаттылығын дамыту. Қорықтағы музейде танымдық дәрістер жиі ұйымдастырылады. Табиғат жайлы фильмдер көрсетіліп, қызметкерлер туристердің түрлі сауалдарына жауап береді. Ақсу жабағылы қорығы ескі орталық. Бүгінде ол елдің Батыс Тянь-Шань бөлігіндегі экологиялық тепе-теңдікті сақтап, қалыпта ұстап тұрған ірі геожүйе. Біздің саяхатымыз жайлы толық ақпаратты әлеуметтік желілердегі @зе-казахланд хэштегі бойынша таба аласыздар. Егер бағдарлама шығарылымдарын өткізіп алсаңыздар, ғаламтордан да табуларыңызға болады. Хочу отметить, что даже порадоваться тому, что с каждым годом Түркістан облысының жыл өткен сайын әлдеқайда көп туристерді тартатындығын көріп қуанып отырмын. Жыл сайын мұнда келетін шетелдік туристер саны артып отыр. Именно иностранных туристов растет. В этом году больше всего приезжали из Европы, США. Биыл Европа, ақш және жақын шетелден келушілер көп болды. Оларды негізінен Ахмет Яссауи кесенесі, Ақсу жабағылы қорығы сынды ЮНЕСКО тізіміне енген нысандар қызықтырып отыр. Сондай-ақ олар біздің тарихымыз және мәдениетімізбен жақынырақ таныссақ дейді. Сондықтан мұнда этно-ауылдар бой көтереді. Наша история, культура, которые, у нас здесь сейчас этноаулы, которые строятся. Қазақстанның мәдениеті ерекше, тарихы да қызықтырады. Сондықтан экотуризм қазіргі уақытта ерекше сұранысқа ие. Ұлан ғайыр, еліміздің әрбір түкпірінде кез келген турист өзін қызықтыратын салт дәстүр, әдет ғұрып, қазақ халқының шығармашылығымен байланысты қызықты дүниелерді көре алады. Ең танымал этнопарктер Алматы, Көкшетау, Қарағанды және Маңғыстау облыстарында орналасқан. Соңғы жылдары ерекше тарала бастаған тағы бір туристік бағыт су туризмі. Қазақстан тек шексіз дала мен шөл ғана емес, көлдер мен өзендер елі екенін ұмытпаған жөн. Су қоймалары әсіресе елдің оңтүстік шығысында көп. Өңірдің жетісу деп аталуы да сондықтан. Ең танымал өзендері Іле, Шарын, Қаратал және Шілік. Мұнда су спортының ең экстремалды түрлерінің бірі рафтинг белсенді дамып келеді. Дорогие телезрители, не забывайте про наш... Құрметті телекөрермендер, біздің кадрды қайтала атты байқауымыз жайлы ұмытпаңыздар. Бұл үшін Ақсу шатқалында суретке түсіп, фотоны Instagram әлеуметтік желісінде @зе-казахланд хэштегімен бөлісу керек. Сізді біздің арнамыздың сыйлықтары күтіп тұр. Сіздер дайынсыздар ма? Ендеше кеттік. Оңтүстік Қазақстан бұл барынша көп тарихи ескерткіштер шоғырланған мекен. Дәл осы жерде көне қалашықтардың дені болған. Ерекше кесенелер, діни маңызы бар нысандар да осында. Бірнеше ғасыр бойы бұл жерлерден Қытайдан, Европа мен таяу шығысқа керуендер жүрді. Олар Шымкент, Тараз, Жамбыл өңірі сынды заманауи қалалардың аумағын алып жатыр. Көптеген туристерді Ұлы Жібек жолындағы Түркістан, Сауран, Отырар, Сайрам сынды турлар қызықтырып отыр. Қалалардың біразы қираған, алайда оларда тарих тұнып тұр. Бұл археологиялық қазба жұмыстары кезінде үнемі дәлелденеді. Екінші орында экологиялық бағыттар. Туристердің дені экстремалды спорт түрімен айналысуға келеді. Туризмнің бұл түрін жыл бойы дамытуға болады. Өйткені табиғатымыз әр жыл мезгілінде тамаша.
Ал 3-ші орында емдік сауықтыру туризмі. Ең танымал шипажайымыз Сарыағаш. Мұнда емделуге жақын шетелдерден мыңдаған турист келеді. Статистика бойынша 2017 жылы Қазақстанға 128 мың шетелдік турист келген. Бұған дейін негізінен қазақстандық турист келсе, Экспо 2017, Азияда 2011, Универсиада 2016 шараларынан кейін елімізге жердің түкпір-түкпірінен келушілер көбейді. Информации о Казахстане, о природе очень мало. Именно если развивать туризм, то... Қазақстан жайлы, оның табиғаты жайлы ақпарат өте аз. Егер туризмді дамытсақ, әрине алдымен ақпараттық жағын ойластыру керек. Қазіргі уақытта бұл іс қолға алынды деп ойлаймын. Қазақ туризм мұны дамытуда, түрлі сапарлар, экспедициялар ұйымдастырылуда. Олар әлде қайда көбірек болса дейміз. Хотелось бы их больше. Но начало уже есть. Чувствуется, что пошло узнавание, пошло... Алайда бастама жаман емес. Шетелдіктерді білмеймін, алайда қазіргі уақытта жергілікті тұрғындардың керемет табиғатқа деген қызығушылығы арта бастады. Мен суреттерімді жүктегенде адамдар аң-таң болып, осының бәрі Қазақстанда екеніне тамсанады. Кейін расында да бізде екендігін айтамын. Осы жерлерге апаруымды сұрайды, немесе қалай жетуге болатынын біледі. Осындай кезде адамдарда ақпараттың аз екенін түсінесің. Елде қандай әсем жерлер бар екен, әлі бәрі біле бермейді. Не хватало вот именно информации, где и как и куда съездить и что у нас есть. Туризм дегеніміз бір жерден екінші жерге саяхат жасаумен шектелмейді. Оның құқықтық, экономикалық және әлеуметтік қырлары бар. Соңғы жылдары ол жеке қуатты индустрияға айналып үлгерді. Дүниежүзілік туристік ұйымның мәліметі бойынша жер шарының өндірістік қызмет көрсету нарығының 10% туризм үлесінде. Шетелдік инвесторларды тарту үшін Қазақстанда түрлі экскурсиялар, жаңа қызықты бағыттар мен демалыс күндері турлар өткізіледі. Жыл сайын кәсіпкерлер де туристік қызметті дамытуға назар аударуда. Туризмді дамытудың арнайы тұжырымдамасы әзірленіп отыр. Елдің шығысы экотуризмді, ал Алматы өңірі экстремалды тау туризмін дамыту орталығы ретінде қарастырылуда. Бұдан бөлек Астана мен Алматыда іскерлік туризмді дамыту көзделуде. Батыс Қазақстанда мәдени туризм өркендемек. Оңтүстігіміз болса, қазақ халқының бай тарихын сақтап отыр. У меня вообще мечта, конечно, моя такая странная, может быть. Я не хочу, чтобы люди сравнивали. Менің бір қызық арманым бар. Мен туристердің, келушілердің Қазақстанды Швейцариямен немесе өзге де елдермен салыстырғанын қаламаймын. Мен адамдар біздің әсем табиғатымызды көріп, Қазақстан деп таныса деймін. Біздің еліміз керемет, кең байтақ жер. Мен көп саяхаттаймын, бірақ Қазақстанды өте аз араладым. Понимаю, что очень мало где бывал в Казахстане. Я по Казахстану очень много путешествовал. Өйткені еліміз өте үлкен, оны көріп үлгеру қиынға соғады. Өкінішке қарай, көптеген жерде туристік бағыттар жоқ. Бірақ мемлекет бағдарламасының арқасында туризмге үміт артылып отыр. Оны дамытуға ерекше күш салынуда. Бұл әрине өте қуантарлық жағдай. Алдағы уақытта бұл сала қарқынды дамиды деп сенемін. Еще каким-то направлением. Вот на туризм начали возлагать какие-то надежды. 2013 жылы Қазақстан туристік бәсекеге қабілеттілігі бойынша әлем елдері арасында 88-ші орынға ие болды. Біздің туристік әлеуетіміз зор, алайда оны жетілдіріп, дамытуымыз керек. Біздің шығарылымымыз аяқталуға жақын. Бүгінгі күн оқиғаға қанық болды. Еліміздегі ең тамаша жерлердің бірі Ақсу-Жабағылы қорығына бардық. Сапарымыз жалғасуда. Алда әлі талай қызық күтіп тұр. Біздің саяхатымызда әлеуметтік желілерде @AcrossTheKazakhland хэштегі бойынша тамашалауларыңызға болады. Фотоларыңызды жүктеп, біздің бағдарламаны белгілеп, сыйлықтар ұтысына қатысыңыздар. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше.